Ұшарың жел біліп, қонарың сай біліп жүрген адамға бір жерге қамап қойған қалай болды? Тыпыршып деген сөздің мағынасы сөгізе түсіндім мен. Енді ер азаматтың басынан нелер келді, не кетпес дегендей ұмытып кетіп мұнан тағылды. Көрдіңіздер ғой? Бар екен. Енді өмір деген қызық қой өзі. Иә, өздеріңіз әбден еркелеттіңіздер ғой. Еркелеттіңіздер. Алла разы болсын. Көп адам қолынан өнерпаздарды құрметтеу, еркелету келе бермейді деп ойлаймын. Енді ұрып жіберу, соғып жіберу бәрін қолынан келеді ғой. Бірақ ұрып жіберу дегеннен шығады. Бүкіл тақырыпта бар екен бұл менше. Мына сахнадан шықпағыма 7 жыл болды. Өзгерген ба, не өзгерген? Мен өзгерген ба еді? Қартайып міне? Қартайып! Айтайын деген мағайын. Үйіме қайтайын деп едім дегендей. Көлсайды білесіздер ғой. Мен үйленгеннен кейін Нарынқол Кеген деген қайын жұртыма 5 жылдан кейін барғам. Ол бір мақтаныш қылып айтатын дүние емес. Гастрольдік сапарлармен кішкене қол тимей, соған дейін концертпен де бармаппын. Сонымен бір күні Толқын келіндеріңізге арналған Мен Толқын деген әнге өзінің туған жерінде бейнебаян түсірейік шарын сатқалында, Көлсайда деп. Сонымен жаңа ұрып соғу деген болды ғой, білесіздер ғой. Білмейтінден қолын көтерді деп. Айгар күй. Ас жібер балам. Асардың неше жылға? 2 жылдың құтты болсын айналайын Асаржан. Шешін ба? Аузыңа түкір жіберейін ба? Осындай бір концертте апам қолына бакалашка емес салафан ұстап алған, салафан. Басқа ештеңе таппай отырмын, осыған түкіріп бер дейді, немереме апарды. Сондай қызықтар болған. Енді сол Көлсайда жүріп, сондай жағдайлар болды деген сияқты. Мына Талғардың ебесінде 2 күн жаттым. Мен жатпаған жер жоқ. Сонымен сот болатын болып Кегенде 1 күн жаттым. Кеген, ойлаңыздар. Кегеннің ебесі деген ішінде ешкім жоқ қой барсам. Бая бабаларымыздың абақты дейтін сосы ұқсай деген соғашы. Қорқыныш деген адам болмағанына Талғарда көппен көрген ұл той, анан айтасың, білінбейді. Кегенде бір өзім жатырмын ғой, көзім бағырайып, азында сот. Күн салқын кес мен, ана желдің дауысы шығады, дейді да бір кезде қасқыр ұлиды ғой. Жаман қорқынышлы сол күнше. Сонымен сот Алланың қалауымен қайырлы болып, бәрі дұрыс болып, сіздердің баталарыңыз, дұғаларыңыз шыққаннан кейін Толқынға звондаймын ғой. Мен аман есен шықтым, келе жатырмын. Сен туған жеріңде бір күн түнеп шықтың ғой. Оңған жерде жатқан жоқпын бірақ. Десем, қайын жұртқа бармаған жылдарыңыз, күндеріңіздің Құдай ақысын беріпті да дейді ғой маған. Ал керек болса, уәж ба? Бұл албандардың қыздар сөйлейді екен ғой, баял 25 жасында сөйлемеген. Сол, Алла разы болсын, келіндеріңізге арнап жазылған бір ән бар еді, өте тамаша ән, өте керемет ән, өзім орындайтын болғасы керемет ән дей берейін. Ән жазған сазгер, композитор Төреғали Төрәлі, сөзін жазған аузымен құс сүзеген ақиық ақын Төреғали Төрәлі, орындайтын әнші Төреғали Төрәлі.